Баршаңызға сәлем. Түріктердің оригинал рецептісі бойынша нағыз шоколадты баклава пісіреміз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Оған 15% қаймаққа, 1 жұмыртқа, сұйық майды құйып араластырамыз. Тұзымызды, қопсытқышты салып, 1 ас қасық алма уксусын құямыз. Міндетті түрде алма уксусы болған дұрыс. Кез келген үлкен супермаркеттерден таба аласыздар. Ұнымызды, какаомызды ситадан өткізіп аламыз. Жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырды 4-ке бөліп, бетін жауып, демалдырамыз. Қаймақлы салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 250 мл суық сүтке 50 грамм жарма ұнтағын саламыз. Яғни манная крупаны салып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін отымызды азайтып, қоюланғанша қайнатамыз. Қоюланғаннан кейін газдан алып, ыдысқа салып, бетін жауып қоямыз. Пищевая пленкамен жауып, суығанын күтеміз. Қаймақлы салмамыз дайын. Қамырды жайғанда арасына себу үшін какао мен жүгері крахмалын араластырып дайындап аламыз. Қамырымызға дайындаған смесімізді молынан жағып, жақсылап, барынша жұқа қылып жаямыз. Жайылған қамырды жұқа оқтауға бос қылып ораймыз. Тығыз қылып орап қойсаңыздар, жиыру қиын болады. Сол себептен бос қылып орап, екі жағынан ортасына қарай жиырамыз. Оқтауымызды бұрап, қамырымызды ашамыз. Видеода көрсетілгендей, ортаға қарай қалың қылып жинаймыз. Жаңғақты шамамен 5 сантиметрдей ара қашықтықта салып шығамыз. Қаймақлы салмаға дөңгелек пішін беріп, жаңғақтардың үстіне қойып шығамыз. Қамырды екі жағынан жауып, видеодағыдай түйеміз. Баклаваларды екі жағынан қысып, одан кейін аударып, тағы да қысып, 1-2 дөңгелетеміз. Жақсы әдемі пішін беру үшін. Егер екі жақ шетінің жабысуы қиын болса, арасына суды жағып жіберіп, жабыстырсаңыздар болады.
Майлы массамызды баклаваның бетіне кисточканың көмегімен бір келкі етіп жағамыз, қалғанын ішіне құйып жібереміз. 180 градуста духовканың ортаңғы деңгейіне қойып, 40 минут пісіреміз. Бірден сироп дайындауға кірісеміз. 600 мл суға 500 грамм қант саламыз, 1 тілім лимонды салып, 30 минут орташа отта бұрқылдатып отырып қайнатамыз. Бірден шыққан күйінде ыстық сиропты үстіне құйып, бөлме температурасында толық суығанша күтеміз. Суығаннан кейін холодильникқа салып, бір түнге қалдырамыз. Сол кезде біздің сиробымыз жақсы сіңіп, нағыз түрік баклавасы болып шығады. Шоколадты баклавамыз дайын. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдыдағы уақытта көптеген жақсы рецептілермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлжан Нұрболатқызы.